узкий участокке әдемі үй соғуға бола ма? Әр тоқталатын тақырыбымыз өте қызықты болады. Бізде екі линияның қиылысын вертекс деп аталуына байланысты біз кезекті жобамыздың құрылысын бастадық. Сіздермен осы жобаның толық құрылысты бастан аяқ тағы да таныстыратын боламыз. Әр этап, әр тоқталатын тақырыбымыз өте қызықты болады. Бізде екі линияның қиылысын вертекс деп аталуына байланысты заман талабына сай сызылған жобамыз әдемі хай-тек стиліндегі ойластырылған фасадымыздың екеуінің қиылысқан нүктесі вертекс деп аталатын болғандықтан біз үйіміздің, құрылысымыздың, жобамыздың атауын вертекс деп қоюға шешім қабылдадық. Ендеше кеттік па? Кеттік. Ал Ракет, жалпы процесстерді бір толықтырып өтейік. Біз тапсырыс беруші құрылысты бастамас бұрын участокты сатып алған кезде бұл жерде уже существующий здание болған. Адамдар тұрып атқан үйді біз бұздық, котлован қаздық деген сияқты этаптарды толық бір түсіндіріп өтеміз ба? Бірінші участокке байланысты жобаға қатысты бір қысқаша айтып өтсеңіз. Участок бізде 16-ға 40, 6,5 соттықты құрайды. Жалпы жобалау кезінде де бізде осындай сұрақтар көп келеді. Кішкентай, ені тар болмаса, жалпы 3 соттық, 4 соттық участоктерге қандай үй соғуға болады, немесе дұрыс жоба шығады ма деген сияқты. Соны біз осы вертекс жобамызда ашып, практика жүзінде көрсететін боламыз. Ол жерде участоктың көлемі емес, архитектуралық подача қаншалықты маңызды екен. Кез келген участоктың минусынан біз плюсқа айналдырып, осындай бір керемет жобаларды шығаратын боламыз. Соның бір дәлелі осы вертекс жобасы болады. Так, участокты айттық, 16-ға 40. Біздің үйіміз 13-ке 16, 340 метр квадратты құрайды, екі қабатты хай-тек стилінде болады. Осы жерде суреттер кетеді бізде, толық таныстырамыз. Енді жалпы құрылысқа қатысты. Мына жақта құрылысты параллельно бұзып жатқан кезде біз геологиялық анализді алдық. Геологиялық анализдің нәтижелеріне байланысты бізге толық, яғни проектировщиктер рабочий проект сызып берді. Архитектурный строительный часть толық сыздық. Толық сызып берді. Жәндегі геологиялық анализдер алынып жатқан моментті көрсетіп өтсек болады. Үй қаншалықты бізге ұзақ қызмет жасайды, фундамент трещида бермейді ма деген сияқты сұрақтарға жауап беру үшін біз қазір геологиялық анализ жұмыстарын алу барысындамыз. Бұл бізге ең көп қойылатын сұрақ. Сол себепті бұл жерде нақты шешім болу үшін геологиялық анализдің результаты бізге өте маңызды. Бізде көпшілігі құрылысты жүргізген кезде құрылыстан хабары бар деген танысының ақыл кеңесіне құлақ асып жатады. Мен құрылыста жүргеніме 20 жыл болды. Мен 15 үй соққам. Біз фундаменттің биіктігін, шірінасын, болмаса арматураны осылай тастайық деген сияқты сол ақыл кеңеспен ары қарай құрылысты жалғастырып жатады. Бағанағы өздеріңіз көрген процедура, геологиялық анализ не үшін қажет, ол бізге қандай преимущество береді? Біріншіден, сіздің грунтыңыздың характеристикасын, жер асты сулардың деңгейін, ертең глубина промерзания бар, просадочный слой бар деген сияқты дүниенің барлығын алдын алады. Соған байланысты нақты расчеттан сізге қай класстағы бетон қажет, ништік арматура, қалай тоқылу қажет деген сияқты нақты шешім шығарып береді. Сіз алдағы уақытта 10-15 жылда үйіңіздің сыртқы дизайнын ауыстыру мүмкіндігі болғанымен, ірге тастан кеткен қателікті оны реттеу, қайтып қалпына келтіру үлкен шығындарды алады. Сол себепті бұл шығындарды болдырмау мақсатында бастапқыда осындай нақты шешіммен жаңағындай геологиялық анализдердің шыққан результатына байланысты өзіңіздің үйіңіздің іргетасын мықтап істеп алатын болсаңыз, алдағы уақытта ол сізге ғана емес, сіздің ұрпағыңызға да қызмет жасатындай деңгейде жаңағындай толыққанды құрылыс нормаларын сақтап отырып жасалатын болады. Сол себепті мүмкіндігінше үйдің құрылысын бастар алдында рабочий проектіге жасататын кезде эскизный проектіден бөлек осы геологиялық анализді алып барып, сол расчетпен есептеп барып жасатқандарыңыз дұрыс болады. Жәндегі рабочий проектке байланысты бізде котлованды 1 метр трамбовка берген. Біз алдыңғы Эверест жобасында естеріңізде болса 1,5 метр осьтен ары, 1,5 метр екі жанға қарай запаспен алып істеген. По периметру. Бұл жерде бізде тек алдына, артында ондай запас болды да, жанына қарай біз көп запас ала алмадық. Неге? Өйткені мына жағымызда екі қабатты ғимарат тұр. Границаға тақалып. Границаға тақалып, одан кейін мына жағымызда біздің забор, бұл жақта да почти мансардный екі қабатты десек те болады, зданиямыз тұр. Соған байланысты біз максимальный зданияға қаншалықты жақындай аламыз, соған дейін қаздық. Сол жерлерді жақсылап таптап,
соның үстіне біз қазір подбетонкамызды және подушкамызды отырғыздық. Бұл жерде бізде тағы бір ескере кететін мәселе, мынандай сұрақ болуы мүмкін көріп отқан кісілерден. Неге цокольный этажы болмаса да, цокольный қабат, яғни подвальный помещениелер болмаса да, котлован қаздыңыздар? Неге қайтадан обратно засыпка істедіңіздер? Бұл артық шығын емес па? Біз геологиялық анализді не үшін жасаттық? Геологиялық анализдің нәтижесіне қарап, яғни толық үйдің нагрузкасы сол расчеттарға байланысты, яғни бізде бетондардың биіктіктері, арматураның каркасы деген сияқты дүниелер бізге мәліметтер беріледі. Соған қарап біз котлованды қанша қазу керек, қанша обратный засыпка істеу керек, яғни соның барлығы бізге рабочий проектте яғни көрсетілетін болады. Жалпы подушкамыз, біздің подбетонкамыз өттік, подушкаға қатысты бізде сеточный емес, каркасный болып тоқылып жатыр екен. Бұл да 1 метрге 30 сантиметр биіктіктегі подушка берілген. Подбетонка енді алдыңғы нелерде де, видеоларда да айттық қой, подбетонка не үшін құйылу керек, оған тағы да бір детально тоқталудың қажеті жоқ. Бұл жерде яғни каркасный болды, 3 қамытпен 8-дік сыммен біз тоқып шықтық. И как положено норматив бойынша астындағы защитный слой, үстіндегі защитный слой, және қазір балдар уже жұмыстарын бітіріп жатыр. Полный ішін шаңнан тазалап, кейін ортофосфордың кислотамызды шашып, одан кейін құдай қаласа бетонды қабылдайтын боламыз. Бізде жалпы жаңағы Ракеңнің айтып жатқаны, біз олардың әрқайсысына жеке тоқталмай қояйық деп, бізде алдағы уақытта қанша құрылыс болса да, біз олардың барлығына осылай поверхностына бір жоғарғы деңгейде бір тоқтап өтеміз, түсіндіріп, ал егер толығырақ осы подбетонкаға қатысты, подушкаға қатысты, фундаментке қатысты, арматураға қатысты толық ақпарат білгілеріңіз келсе, бізде YouTube каналда Эверест жобасы бар. Біз сол жобада арнайы толық детально каждый моментке біртіндеп тоқталып өткенбіз. Сол жерден арнайы ашып көрсеңіздер болады. Әр тақырып жазылып тұр, әр тақырыпта бөлек-бөлек серия арналған. Егер ол жобада болмаған, айтылмаған нәрселер осы біздің проектімізде, осы жобамызда кездесетін болса, ол мәліметті біз осы алдағы видеоларда құдай қаласа толықтырып өтетін боламыз. Жақсы, егер түсінбей қалған жерлер болса, егер сіздердің тараптарыңыздан ұсыныс болатын болса, біз әрдайым критикаға дайынбыз, ұсыныстарға дайынбыз. Мүмкін сіздердің тараптарыңыздан жасалып жатқан ұсыныс ол бізге қажетті ақпарат болар. Бұл жерде біз біреуді құрылысқа үйрету мақсатында түсіріп жатқан жоқпыз. Бұл жерде біз өз практикамызбен бөлісіп жатырмыз. Себебі бізде YouTube каналда қазақша контент құрылысқа қатысты ешқандай ақпарат жоқ. Бар болса да, тип қашып, әр этаптарды көрсеткен. Біздің мақсатымыз осындай құрылыс соғып, үй соғып, құрылыс саласында жүрген, болмаса бірінші үй соғып бастап жатқан кісілерге азғантай болса да бір пайдалы ақпарат берсек деген ниет. Қолдап кетіңіздер сол үшін барынша. Біліммен бөліссең көбейеді дейді ғой. Машалла, жақсы.